Біріншіден барлық жанкүйерлерді Жезқазған қаласының Ұлытау облысының тұрғындарын бүгінгі жеңіспен құттықтаймын. Ойын өздеріңіз көргендей өте қиын болды. Қандай себептерден екенін білмеймін. Бірінші таймда ойынға кіре алмадық. Жылдамдық аз болды. Дұрыс шешім қабылдамадық. Әрине, біз дайындығымыз жақсы болды, бірақ осындай ойындар болады. Бір ойын жүрмеді. Бірақ қарсыластарды айта кету керек. Оларда өте батыл, өздері көрініп тұрды, жақсы дайындалған. Ол қарсыластың бізге қарсы қойған тактикасы да бізге бұлай дұрыс тактикалық әдістеріміз жүрмеді. Өздерінің білетіндей, соңғы екі ойында олар Астананы жеңді, Елімайды жеңді сырт алаңында. Сондықтан оларда өздерінің бір сенім пайда болғандай Каспий ұжымында жаңағы Ерланның жаңа бапкер келгені, Ерлан Шайтымовтың көрініп тұр. Ойын үрдісі де кішкене жақсарған. Сондықтан ойлаймын, біздің біріншілікте қандай команда болса да оңай жеңіске жету оңай емес. Жігіттер бар күш-жігерін салды. Жеңіске деген екінші таймда ойынымыз жақсы жүрді. Біз шабуылда көп болдық, бірақ қарсыластардың да қарсы шабуылдары екі біздің қақпаның алдында болды. Сәті түсіп, біз қақпамызды қорғап қалдық. Сондықтан өте қиын жеңіс. Жігіттерге үлкен рахмет. Ойлаймын, бізге кішкене демалып алып, күш жинап, енді ойынға дайындалу керек. Біз екі ойын сыртта, Астанада. Сондықтан келесі ойындарда бар күш-жігерімізді салып, ары қарай жылжимыз деп ойлаймын.